Біз ойдағыдай тұңғыш Мпрофи қазақ тіліндегі вебинарын баста кетеміз. Бүгінгі тақырып ғаламтордегі тұтынушылардың санын көбейтуі. Сіздер жұмыстан кейін шаршап келген шығарсыздар. Меруерт Жандәулетова қосу белгісін жазып жіберіпті. Кім мені естіп, анық көріп отырған адамдар қосу белгісін жазыңыздар. Кішкене сіздерді қызықтыру үшін бейнем бар еді дайындалған. Ақпараттың бәрі қазақ тіліне аударуға үлгерген жоқпын. Сондықтан орыс тілінде де ақпарат болады. Привет, мальчики и девочки, ну и все остальные. Меня зовут капитан Джек Воробей. Позвольте я поделюсь с вами одной интересной фишкой. Вы знаете, как набирают рабов? Ой, простите, клиентов совсем перепутал. Вам же клиенты вроде нужны, да? Ром, прополощу горло. В тот момент, когда вы стали интернет-предпринимателем и завели свою страничку ВКонтакте, создали свой YouTube-канал, с гордо поднятой головой вы рассчитывали на то, что ваши товары и услуги сами будут продаваться, а люди будут выстраиваться в огромные длинные очереди. Но в один момент вы заметили, что все идет не так уж гладко. Увы, но ваш YouTube-канал совсем не цеплял аудиторию. Не было ни лайков, ни комментариев. Естественно, вас посетило недоумение, ведь вы хотели много клиентов и быть мега крутым предпринимателем. Вы знали наверняка, что интернет — это глобальные возможности для продвижения и поиска новых клиентов и бизнес-партнеров. И вот, с 504-го дубля вы записали свое первое, интересное, классное, просто бомбезное видео. Кто-то даже зашел на ваш YouTube-канал. Вы увидели, что количество просмотров потихонечку растет. И кто-то даже отписал комментарий. Вы весь такой вдохновленный первыми результатами. С улыбкой на все лицо. Плывете навстречу захватывающему миру интернет-маркетинга. Эй, уважаемый, ты хочешь сделать себе серьезную рекламу? Я занимаюсь профессиональным продвижением во всех сферах. Печально смотреть на твой канал. Мне нужен мощный трафик. Трафик на все каналы. Любой каприз за ваши деньги. Конечно, заплатить может любой дурак. Но вы ведь далеко не дурак. Да? Нет, конечно, вы не такой. Вот что я тебе скажу, дружище. Есть способ, как привлекать целевую аудиторию на любую тему. Туризм, маркетинг, одежда. Вообще на любую. Даже инвестиции. И он абсолютно бесплатный. Ни единого шиллинга. Привлекайте при помощи видео. Неважно какой продукт. Сделайте видео, которое продает. Даже на смартфоне. Обалдеть. Вы хотите это узнать? Да, я тоже. Идите на тренинг. Сіздерге бүгінгі ашатын тақырып ол ірі онлайн тұтынушыларды қайдан табамын деп көп бізге сұрақ келеді. Аз уақыттың ішінде қате кетіпті, иә? Ғаламторда қалай ақша табуға болады? Жарнаманы қай жерге бергенім тиімді? Аз ақшама жарнаманы қалай жүргізсем екен деп солай көп сұрақтарды береді. Біраз өзім туралы айта кетсем, мен 10 жылдан аса маркетинг саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Басында жаңағы төменгі деңгейден бастап сұхбаттасып, тұтынушылармен сауда жүргізіп, Агромаш холдинг жүйесінде жұмыс істеген едім. Соңғы жылдары былтыр жаңағы дорожная карта бизнеса дейді ғой, сонда мені кеңесші қылдырып шақырды. Ол өте қызықты жұмыс болды. Осындай алғыс хаттарын алдым. Нұр Отан партиясына да шақырды. Нұр Отан партиясында тренингті
32 адам болды, түгел Қазақстан жер жүзінен келді. Және жеке-жеке осылай келген апайлар мен ағайларға және жас кісілерге мен кеңес жүргізіп, маркетинг саласында кеңес жүргізем. Өзімнің мұратым немесе миссия маркетинг жөнінде үлесімді жаңағындай тигізіп, еңбек етіп, адамдарға тұтынушыларды қалай табу, саудасын қалай жақсырақ жүргізуге, сол менің өзімнің мұратым, мақсатым, жұмысым өзімен айт. Мынау көрсетіп жатқан кішкентай бейнені қарай отырасыздар. Мынау сканды аударуға үлгерген жоқпын. Бұл жерде сіз қарасаңыз, 2007 жыл мен 2012 жылдардың арасында ғаламтор пайдаланушылардың саны 5 есе көбейген. Қазір 2015 жыл, бұл жерде жаңағы ұялы телефондардың саны көрсетілмеген. Әр үйде бірнеше компьютер болады. Сонда өздеріңіз қарасаңыздар, ғаламтор пайдаланушылардың саны өте тез ұлғайып, көбейіп келе жатыр. Біз енді 3 тілде сөйлесетін мемлекетпіз ғой. Бұл жердегі жазылған сөздер түсініп отқан шығарсыз. Билл Гейтс осы заманда интернет ішінде жасап жатқан бизнесмендер болады, немесе тіпті бизнесін жүргізе алмай қалған бизнесмендер болады деп. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Жарасова Асимгуль. Я владелец школы английского языка I Can Speak English. Целью нашей школы является то, чтобы любой человек, который пришел в нашу школу, научился говорить на английском языке. А это сейчас очень актуально и востребовано. Мы существуем с 2008 года, и последний год перед нами остро стала задача переходить и менять вообще маркетинговый прием. Нам порекомендовали Майю Жакипарову как консультанта по маркетингу. С сентября месяца прошлого года, как мы познакомились, и вот сейчас прошел год, наш доход поднялся в 2 раза. Господа владельцы, хочу вам просто дать одну небольшую рекомендацию. Вникайте в свой бизнес. Пытайтесь вытащить оттуда смыслы. Сделайте так, чтобы эти смыслы не искажены были и были переданы в интернет-пространстве так, как вы этого хотите. А как это сделать? Каким образом достучаться до вашей целевой аудитории? Как сделать так, чтобы ваше послание было услышано, увидено, и вам перезвонили, и оставили заявку, и захотели к вам на услуги прийти? В этом вам поможет Майя Жакипарова. Я владелец детских садов Нурбахат, Шайкенова, Батес, Кабдяновна. У нас работают высококвалифицированные воспитатели-педагоги. Мы предлагаем детям большой спектр услуг. Карате, музыкальное воспитание, вокал, танцы, изобразительное искусство. Конкуренция на рынке высокая. Мы обратились к Майе Муратовне за часовыми консультациями. Она научила нас находить клиентов в интернете. Сіздерге айтатыным 5 тиімді аспап, жаңа жарнаманы жүргізу, ол біріншіден жоспарлау. Бизнесте тек қана ақша емес, уақыт та маңызды. Екіншіден пайда көру. Біреулері жарнамаға ақша кетіп жатып, қай жартысым шашылып жатқанын білмей жатады да. Сондықтан өте жақсы аспап ол веб талдау. Веб талдау деген ол Google аналитика, Яндекс аналитика. Келесі лидогенерация. Ол орыс тіліндегі лидер деген сөз. Сіздердің сайттарыңызға келешекте тұтынушылар болатын адамдарды әкелу, оларда қызықтыру. Және тұтынушылардың көңілін табу. Орыс тілінде клиент ориентированность деген сондай аспабымыз. Бізде Қазақстанда осы жылы ғана қазақ брендін ұлғайтып, қазақ өндірушілерге одан сайын көп назар аударып, биыл ел басшымыз бізді мемлекеттік сауда ұжымына кіргізіп, өзіміздің жаңа тамождық одағымыз бар,
сөйтіп бәсекелестік көп болып жатыр, бірақ ежелге біз оралсақ, ежелде қазақтар ұлы жаңағы жібек жолында жұмыс істеп, қарым-қатынас бізде қанымызда тарағанда сауда. Одан қорқып қажет жоқ. Маркетинг деген ол кәдімгідей сауда жүргізу, нарыққа байқау, өзгерістерді байқап отыру. Және бізде өте жақсы ерекшеліктеріміз бар. Ол деген біріншіден біз қазақ тілінде сөйлесек, түрк халықтарымен, түрк елдерімен жақсы қарым-қатынаса аламыз. Ол біздің өте жақсы ерекшелігіміз. Жаңағы Евразияның ортасында география пайдамыз. Балаларымыз қазір бәріміз ағылшын тілінде сөйлеп жатырмыз. Ол дегеніміз, егер біз ағылшын тілін білсек, біз оп-оңай тұтынушыларды Европа мен ақш-тың ішінен ала аламыз. Үшінші, көп адамдар неміс тілін біледі. Қалған мемлекеттерде неміс тілін біліп, және өзіміз СССР-дан шыққан болғандықтан, орыс тілі бізге көп жер жүзінде жұмыс істеуге, бізге тіл жағынан сондай пайда беріп тұр да. Сол пайдаларды қолдану үшін ғаламтор өте жақсы әсер етеді. Және қазіргі экономика жағдайына қарағанда, ғаламторде жарнама жүргізген адамдар, олар нақты қанша ақша салған, ол ақшаның қанша пайда түсіп жатқан, нақты тұтынушылардың көлемін біле алады. Құрметті әріптестер, кім қазір сайты бар, қосу белгісін жіберіңіздерші. Әйтпесе, құрмен сөйлеп жатқанда бұл лекция емес, осында вебинар ғой. Сіздер мені естіп тұрсыздар ма? Қосу белгісін жазып жеріңіз, сайттарыңыз бар болса, немесе алу белгісін жазып жеріңіз, сайттарыңыз болмаса. Сіздердің жауаптарыңыз кешігіп келіп жатыр. Мен әлі көрмей жатырмын. Кейінірек айтармын алған жауаптарыңызды. Біздің шағын және орта бизнесқа қандай кедергілер болып тұр ғаламторға кіріп, қазақ тілінде жұмыс жүргізуге? Біріншіден, көбі бағдарламаларды түсінбейді, немесе қазақша ойлайтын адамдар, орысшам қате болып кете ме, ағылшын тілі қате болып кете ме деп көп уайымдап, мен жазсам ұятқа қалмай зу жазу керекпін деп, сол жаңа орыс тілінде синдром отличницы дейді ғой, қазақ тіліне ойым келмей тұр, білсеңіздер жаза беріңіздер. Сондай перфекционизм кедергі жасап тұрады да. Негізі интернет деген ол кәдімгідей жер әлеміндегі мектепте мысалы 5-пен оқитын балалар болады, 3-пен 2-мен оқитын балалар болады. Ғаламтордың ішінде де әртүрлі адамдар, кәдімгідей әлем, жақсы жолмен жүретіндер де бар, шала жолмен жүретіндер де бар. Мысалы бағдарламалардан қорқып қажеті жоқ. Мен сіздерге чатқа біраз ақпарат жібере отырармын. Сіздерге мысалы тілді білмеу кедергі болса, сіздер осындай бағдарламаларды пайдалануыңыз мүмкін. Translate Google.ru-ға кірсеңіздер, онда 1 қаңтардан бастап, осы жылдың басынан бастап, Google-да орысшадан қазақшаға және қазақшадан орысшаға аудармашылық пайда болды. Былтыр мысалы ондай мүмкіндік болмаған еді. Одан да басқа өте жақсы шетелде пайдаланатын мынау жол бойынша көшсеңіздер, сонымен пайдаланасыздар. Өйткені былтыр мен 100 адамдай кеңес өткізіп үйреттім. Сонда оларға ғаламторға шығуға кедергі ол біріншіден тіл ғана емес, бір сөздерді түсінбей қалса, ары қарай жүре алмай қалады да. Мысалы, сайтты қалай жасау? Мен бағдарламаларды білмеймін, ананы білмеймін, мынаны білмеймін деп содан қорқып жүргеннен әйтеуір бармай салады да. Онда ешқандай қателік жоқ. Мысалы, жаңағы сізге техникалық
мамандар көмектескенде, мысалы, олар бір түсініксіз лид, HTTP, HTML, бір қорқынышты әйтеуір бір код, сондай бір қорқынышты сөздерді айтса, одан қорқып қажеті жоқ. Осындай бір бағдарлама бар. Википедия деген, онда қазақ тілінде түсінбеген сөздерді теріп қарауға болады. Және түгел жер жүзіндегі сөздер бар. Содан өздеріңізге қолайлы тілді теріп алып, содан түсінбеген сөздерді теріп, жаңағы сізге техникалық көмектесетін қызметшімен сөйлесулеріңізге болады. Және сіз ғаламторға кіріп, өзіңізге бір нұсқаларды тауып, мысалы, ағылшын тіліндегі ақш мемлекетіндегі сайттарды үлгіге алып, соларды қарап, жаңағы техникалық маманға көрсетіп, мен осындай сайт ашқым келеді, ойыңызды жеткізсеңіз болды. Немесе тіпті қолмен жаңағындай шеңбер, төртбұрыш сөйтіп көрсетіп, мен мысалы мына сайтта осындай шеңбер сияқты телефон қойғым келеді, мына жерінде осындай жаңа мәтінді төртбұрышты қылдырып көрсетіп, ойларыңызды жеткізуге болады. Қазір қазақ тілінде бағдарламалар өте көп. Жуырда бір кітап KZ деген бағдарламаны таптым. Өте ұнады. Онда қазақ тілінде көп жақсы кітаптар бар. Абай жолы бар. Белгілі жақсы кітаптар бар. Сондай бағдарламалармен, сайттармен жұмыс істеп, өздеріңіздің білімдеріңізді өте тез көтеріп алуларыңызға болады. Мен сіздерге мынандай сайтты айта кетермін, сөздік KZ. Онда тек қана бір сөзді ғана аудармайсыз. Сіз мысалы мәтінді терсеңіз, сол мәтінді переводы деген бөлшегіне кіріп, сол жерден табуларыңызға мүмкіншілік бар. Ал мысалы, жаңағындай мен ірі тұтынушыларды қайдан ғаламторда табам дегендер, олар каталогтарға кіріп, каталогтың ішінде іздеу функциясы өте жоғары. Мен сіздерге міне Астана бойынша осындай каталог беремін. Астана 2050 KZ деген. Оның ішінде ұжымдар деген орысша предприятие ішіне кірсеңіздер, сонда жаңағындай құрылыс, сауда, сонда ірі ұжымдарды табасыздар. Олардың басшылары, факс, телефон, барлық ақпарат тола барда. Кейбір адамдар осындай сайттардың мүмкіншіліктерін білмей жатқандығынан істерін одан сайын пысықтау жүргізе алмай жатады. Енді жаңағы мынау бейнені алдарыңызда көріп отырған шығарсыздар. Ғаламторда мысалы біреулері келгенде өте жиі кездесетін қателік, жаңағы апайды да көрсеткенде, мысалы біреулерінде 2 сайт болады, біреуінде тіпті 3 сайт болады, біреулерінде тегін сайт болады. Адам сайтты ашқанда ойлайды, мен сайтты аштым, енді маған көп клиенттер келу керек деп. Біреулері ақша біраз енді салады. Бірақ жаңағы техникалық мамандар SEO оптимизация, контекст жарнамасы жөнінде уақытын жаңағындай түсіндіру, айтуға ұмытып кетеді. Адам түсінбей, тек қана мен сайт аштым, енді маған тұтынушылар келетін шығар деп үміттеніп жүре береді. Сондықтан қандай қателер кетеді? Ғаламторда тиімді жұмыстарыңыз жүрмей жатса, ол сіздің сайтыңыз жаңағындай контекст, тизер, баннер жарнамалары болмағанынан сіздерге жаңа тұтынушылар келмегені болар. Немесе сіздің сайтыңыз каталогтарда болмаса, ол да сізге аз адамды әкеледі. SMM жеке айтып кететін жаңағындай әлеуметтік жұмыс жасау керек. Әлеуметтік жұмыс жасағанмен ағылшын тілінде no money, no funny дегенде, егерде сіз жарнаманы Facebook'та, ВКонтактеде ақы төлеп көтермесеңіздер, ол SMM жұмысынан да ешқандай пайда көрмейсіздер. Содан білмегенінен біреулері мынандай YouTube деген сайт бар да, көп сұрақтарды YouTube'тан табуға болады. Дегенмен YouTube'та тегін жатқан ақпарат онша тиімсіз болады да.
Неге дейсіздер ғой? Өйткені ол ақпарат ескіріп қалады. Бір жыл өтіп кеткен ақпарат болады. Одан сайын маркетингте, нарықта өзгерістер, жаңалықтар болып жатады. Сондықтан сіздер 3 айда бір рет, 1 айда бір рет келіп, бәсекестерді қарап, зерттеп, өздеріңіздің бағдарламаларыңызды, ойларыңызды, жоспарларыңызды өзгертіп отырғандарыңыз жөн болады. Және ақсыз деген ол міндетті түрде тиімді деген жарнама емес. Сайт қызықсыз, сайттың көркемдігі болмағанынан сіздер мысалы бір студентке немесе бір арзан істейтін қызметкерге 5.000 теңге, 10.000 теңгеде істетіп сайтыңызды жасауға болады, бірақ ол ақша жайдан жай шашылып қалғандай, оның тиімділігі, пайдасы болмай жатады. Бір қараңғы, басып тұратын сайт жасаған кездеседі, сондай нұсқалар. Немесе сайтты аша салады, ол сайт жаңағындай ойсыз, бағдарламасыз жасалған сайт болады. Сайт жасардың алдында сіз бәсекестерді зерттеп, жаңағы сұрау зерттеуін жасауын мен бұл жерде жеке айта кетемін, ол жеке вебинар. Сіздің мысалы жасайын деп жатқан ісіңіздің тұтынушылары бола ма? Әлде сізде жаңағы қызмет істейтін қызметіңізге сұрау бола ма екенін алдын ала білуге болады. Оған WordStat, Яндекс деген қызметтен оны алдын ала біліп, көп ақша кетірмей, алдын ала бәрін жоспарлап қоюға болады. Тағы да сайтты білмегендіктен кейбіреулері көп қателер жіберіп жатады. Бұл WordStat, Yandex.ru-да жеке өзі қалаларды теруге болады. Мысалы, Астананың ішіне кіріп, сіздер тістеріңізді емдесеңіздер, немесе тіс емдейтін қызмет көрсетсеңіздер, мысалы, стоматология деп терсеңіз, айына сондай стоматология іздейтін 3000 тұтынушылар бар екенін білесіздер. Жаңа стоматологияның саны қанша екенін білесіздер де, содан нарықта орын бар ма, жоқ па екенін өздеріңіз ақпарат жаңағы талдап жатасыздар. Тағы бір айтқым келген сіздерге ақпарат, ол өте жақсы бір сайт бар. Оны сіздер сақтап қалып, жеке зерттесеңіздер, мысалы біреулер өзінің жаңағы бәсекестерін білу үшін, продвигатор Украина УА-ға кіріп, өзіңіздің зерттеп жатқан сайтыңызды, бәсекесінің сайтын теруге болады. Эльмира сайт жасаған кезде арзан, ақысыз шаблондар сайттың әрі қарай жұмыс істеуіне кедергі бола ма деп сұрақ беріпті. Эльмира, рахмет, сұрағыңыз өте жақсы. Біреулері тегін сайтты әсіресе дамуда ашып жатады. Сайт 3-ші уровеньдегі сайт болады. Ондай жасауға болады, егерде сіз контекст жарнамасын жіберсеңіз. Ал егерде сіз контекст жарнамасын жібермейтін болсаңыздар, ол сайттың ешқандай пайдасы жоқ. Тек қана сіз өзіңіз үміттеніп, сайт аштым, маған тұтынушылар келеді деп құр үмітпен ғана жүресіз. Неге оның пайдасы болмайды? Ол сайтта ешқандай өзгерістер болмайды да, іздейтін роботтар ондай сайттың өзгерістері болмағаннан кейін ол сайтты бір 708-ші орында тани жатады. Ал егерде мынау сіздердің бәсекестеріңіз тизер, контекст, баннер жарнамасын бере жатса, олардың сайттары тез пысығырақ 1-ші орын, 2-ші орында болады. Мен сіздерге қазір ол жарнамалардың түр-түрін көрсете отырамын. Мысалы, жаңа продвигатор УА сайтында басқа сайтқа бәсекестерге тұтынушылар қай жолдармен келетінін көрсете жатылады. Және олардың қандай мәтіндері, ақпараттары көп сұрауы бар екен белгілі болады. Сайтты көтеру аспаптары. Бұл аспаптарға айта кетсек,
жаңа контекст жарнамасы бар. Контекст жарнамасы ақылы. Сіз ақыны бір клик үшін төлейсіз. Аз дегенде шамасы 150 теңге бір клик үшін. Сонда бір адам ол келген емес, ол жаңағы нақты түрде келмейді ғой. Сайтқа кірген адамға бір кірген кликқа 150 теңгеден жоғары төлейсіздер. Мысалы, егер де сіздерде Қазақстан бойынша жарнама жүрсе, контекст жарнамасы, онда шамасы 200-300 мыңнан жоғары төлейсіздер. Жаңағы велосипедпен келе жатқанда велосипедіңізді аяғыңызбен баспасаңыз, велосипед жүрмейді ғой. Сол сияқты жарнаманы сіз беріп тұрмасаңыз, жарнамасыз сіздің бизнесіңіз тоқтап қалады. Сол сияқты жарнамаға ақша салмай отырсаңыз, сіз туралы ешкім білмейді. Мысалы, қыз бен жігіт бір-бірін ұнатып, қараңғы бөлменің ішінде отырып, бір-біріне көзін қысса, ол қыз немесе ол жігіт ұнап отырған қайдан біледі? Каталогтар. Әртүрлі каталогтар бар. Ақ каталог, сұр каталог бар, ақ каталог деп. Онда тексерілген ірі ұжымдар бар каталогтарды айтады. Онда ақысыз жарнама бар және ақылы жарнама бар. Ақысыз жарнама дегенде тек қана сіздің ұжымыңыздың телефоны, аты болды. Басқа ешқандай ақпарат жоқ. Ал егерде сіз толығырақ ақпарат бергіңіз келсе, тауарларыңыздың санын көрсеткіңіз келсе, оны қызығырақ, толығырақ жазғыңыз келсе, ол ақпарат бергенге ақша төлейсіз. Әр каталогтың өзінің бағасы бар. Тизер жарнамасы. Ол бір көрсетілген үшін ақша төлейсіздер. Негізі жалпы қарағанда контекст жарнамасы арзан, ең арзан. Одан тизер пайдалы. Бірақ контекст жарнамасынан қымбатырақ. Және солай ары қарай кете береді. Facebook, ВКонтакте жарнамалары контексттен де гөрі арзанырақ. Айтқанмен, ол сіздің бизнесіңізге байланысты. Сіздің тұтынушыларыңызға қай жерде, жаңағы Facebook'та отыра ма, ВКонтактеде отыра ма, содан байланысты. Айта кеткен мақал бойынша no money, no funny дегенде, сіз егерде ақсыз отырсаңыз, жаңағы әлеуметтік жүйелерінде, ВКонтакте, Одноклассникеде, сіз құр босқа да уақытыңызды кетіре беруіңіз мүмкін. Ал егерде жарнамаға ақша төлеп, ол жарнаманы көтерсеңіз, сіздерге тұтынушылар қызығып келеді. Әрине, жаңа Джек Воробейдің бейнесінде көрсетілгендей, егер сіз қызықты бейнені, қызықты музыка қойып, жарнамаларыңызды жүргізсеңіз, онда тиімді болады. Жаңағындай кірген жүйелеріңізде өз форумдары болады. Мысалы, сіздер жас аналарға заттарды сатсаңыздар, немесе білім жөнінде қызмет еткізсеңіздер, сондай өзінің бір форумдалары болады. Жаңағы білім беру министрлігінің форумы, жаңағы центр тяжести форумы, тағы басқалар. Тақырыпты топтар болады. Мысалы, инвесторлар тобы, даму тобы, тағы басқалар. Банктер тобы, жаңағындай заңгерлер тобы. Енді сіздерде сайт бар. Сайт бола жатып, мысалы, әсіресе сіздер қызмет көрсетсеңіздер, жаңағындай заңгер болсаңыз, маркетолог болсаңыз, мұғалім болсаңыз, сайттан басқа сіздер өздеріңіз іс-әрекет жасауға ұмытпау керексіздер. Құр сайт аштым деп отырған енді біраз ойламағастық болады да, асыққан балалық болады. Және көбі сұрақ қояды, мен ірі тұтынушыларды қайдан табамын? Мен ақшамды көбірек ғаламтор арқылы тіпті ақсыз қалай табам дегенде, сіздер естеріңізге ала отырыңыздар. Бәсекелестік көп. Сондықтан ол іс-шараларыңызды күнде ғаламторды, жаңа сайтыңызды көтеруге іс-шараларыңызды күнде ай сайын жүргізіп отырмасаңыз, сіздерге ұзаққа түседі. Және басқа сіздер жаңағындай әріптес, өзіңіздің достарыңызбен қарым-қатынас жасасаңыз, сіздердің істеріңіз тезірек жүреді. Мысалы,
біз бір-бірімізбен кездесіп, сайтты сырып тастап, сіз маған былай айтсаңыз, мен саған келіп полыңды жуып берем, жаңа еденіңді жуып берем, сен маған тоқаштарды пісір десеңіз, ол сіздердің келіскендеріңіз ғой, ол сайтқа жатпайды. Сондықтан сондай іс-шараларыңызды ары қарай жүргізуіңізді, адамдармен сөйлесіп қарым-қатынас жасау және өздеріңіз тиімді бір іс-шараларды ойлап, қонаққа келгендей өздеріңіздің тұтынушыларыңызды ішіңіздегі істеп жатқан адамдарыңызды қызықтыру шараларын ойластыра жату керексіздер. Бұл белгілі сауда мұржасы. Мысалы, сіз сайт аштыңыз, сайтыңызға кірген адамдар болады. Ал телефон шалған адамдар азырақ, сіздің отырған жерлеріңізге, офисіңізге келген адамдар одан сайын аз болады. Ал басқа жарнама бергенмен, мысалы, сіз жаңағы газетке барып жарнамаға ақша төлейсіз. Қандай тиімді ма, тиімсіз екенін қалай білесіз? Сіздер жаңағы газет сатып жатқан адамнан сұрайсыз, иә? Мен жарнама бергенім жақсы ма деп, сіздерге келіп, әртүрлі жарнаманы ұсынып, бәрі айтады. Маған бер ақшаңды, менде тиімді. Радиодан келіп, олар да айтады, менде тиімді деп. Қайдан сіздер білесіздер? Тек қана тираждың санын айтады. Радио болса, прайм-тайм уақытын бағасын айтып, прайм-тайм, мысалы, ауа райын көрсетіп жатыр, сағат 8-де берген жақсы деп айтады. Эльмира, мысалы, мебель сатушыларға қиынырақ, себебі олар рынокта өте көп. Ал аз дамыған немесе аз қызмет түрі, мысалы, қолөнер, прикладное искусство бизнесі сайтын дамыту оңайырақ, себебі бәсекелестер аз. Өте дұрыс, Эльмира, сізден келсем, оны алдын ала жаңағындай WordStat, Яндекстен де білуге болады. Тағы да сіздердің сұхбат ойларыңыз болса, жаза отырыңыздар. Сол сайт арқылы жаңағында веб-аналитика жөнінде сайтта жаңағындай Яндекс Метрика деген веб-аналитика бар, Google Analytics деген. Сол аспаптармен сіз сайтқа қанша адам кірген, қандай Фейсбуктан кірді ме, контактыдан кірді ме, сондай ақпаратты ала отыра аласыз. Және сіз мысалы жаңағы өзгеріс сандарын салыстырып, мысалы былтыр жаңағындай бір жылда 300 адам кіріп, биыл 500 адам кірді десе, онда сіздердің тұтынушылардың саны көбейгенін көріп, ақшаны есептеп, онда жаңағы саудагерлердің жұмысында ақпарат қарауларыңызға да болады. Сіздер тиімді ма, тиімсіз бе екенін қайдан біле аласыздар? Ол сізде сайттың конверсиясын байқап, есептеп, солай ғана біле аласыздар. Конверсия дегенімізді қалай түсінуге болады? Конверсия саны ол пайызбен есептеледі. Мысалы, сіз сайтыңызға жалпы 1000 адам кірді, иә? Бір күн алайық, бір күн шамасында 1000 адам кірді, одан 50 адам сіздерге келіп, телефон шалып, сіздерге келіп кездескен. Жаңаға келген 50 адамды 1000 кірген, сайтқа кірген адамның санына бөліп, 100-ге көбейтесіздер де, сонда сайт конверсиясы 5%. Сіздер қалай ойлайсыздар? Неше пайыз тиімді? Конверсия қанша болу керек? Ойларыңыз қандай болады екен? Әлде ұйықтап жатсыздар ма? Компьютерден кетіп қалдыңыздар ма? Бірдеңе жазсаңыздаршы. Бұл тақырып сіздерге түсінікті ме екен? Конверсия дегенді түсінікті жеткізіп отырмын ба сіздерге? Тіпті болмаса қосу белгісін қойсаңыздар. Эльмира, сұрақты қайталағанда, конверсия тиімді қанша деп ойлайсыз? Неше пайыз тиімді деп есептеледі? Сіздің сайтыңызға, мысалы, күніне 1000 адам кірді. Сіз жаңа телефон шалған санды есептесеңіз,
50 адам телефон шалыпты. Ол 5% конверсия. Ол тиімді конверсия ма, әлде төмен бе деңгейі? Меруерт, сіздің ойыңыз қандай? Ерболат, Ләззат, төмен шығар дейді. Тиімді 5% және 5%-дан жоғары, ол өте жақсы деңгей. Онда ары қарай жүре берейік, кейін ойланып, тағы да біраз сұрақтарыңыз туса, сұрақтарыңызды жаза жатарсыз. Эльмира, клиенттерге қаражат кетеді деп ойлаймын. Кликтарға қаражат кетеді деп ойлаймын деп жазыпты. Ол сіздердің мақсаттарыңызға байланысты. Егерде сізге 5% төмен болып, 5%-дан жоғары көтеру үшін ақшаларыңыз көп болса, ол қаражатыңызға байланысты, оны өздеріңіз шеше жатасыздар. Ал егерде 5%-дан төмен болса, ол сіздің сайтыңыз жұмыс істеп тұрған емес деген белгі да. Жұмысты жақсарту үшін жаңағы мәтінді қызықты, дәмді қылдырып жазуға, суреттерді өзгертуге, сондай бір көркемдік сайт жұмыстарын жасау керек. Сіз дұрыс айтасыз, Эльмира. Егерде сіздің шығыстарыңыз көп болса, жарнамаға, онда тіпті ешқандай пайда да алмауы мүмкін, иә? Жаңағы пайда формуласына келсек, пайда ол сіздің қосқан ақыңыз сауда көлеміне көбейтілген. Егерде ол сауда көлемін бөлсек, пайда тең жаңағы қосылған наценка. Мысалы, сіз шаш таразда 30% қосасыз үстінен, мына жерде 30% болады. Содан көбейту лид деген ол сайтыңызға қанша кісі кірді. Көбейту конверсия формуласын алдында жаңағы айта кеттік. Көбейту орта чек, көбейту орта транзакция. Орта чек дегені сізде біріншіден, егерде сіз бастауыш бизнес болсаңыз, адамның саны көбейту мақсат болады. Адам саны көбейгеннен кейін басқа заң, экономикалық заң жұмыс істей бастады. Адамның саны, адамның сапасына, сапа көтерілгеннен кейін оның ақшасы көбейгеніне, пайда көбейгеніне арналады. Орта транзакция қайта келген клиенттердің саны. Мысалы, бір адам сіздің дүкеніңізден келіп, өзіне шаш жуатын жаңағындай сусын алуы мүмкін, және сабын жеке алуы мүмкін, және бір қолғап, сондай бір тағы бір зат алса, ол сізге 3 рет қайтадан келіп, сіздің дүкеніңізге 3 рет келеді. Ол жаңағындай тамақ ішетін жерлерде де сондай есеппен есептеледі. Мен сіздерге бұл жерде Google Analytics-ті көрсетіп жатырмын. Бұл Google Analytics сіздерге мысалы осылай сандарды, қанша сайтыңызға кірген санның ақпаратын көрсетеді. Бұл жерде Яндексте веб талдаудың тағы да осындай мысалы. Бұл жерде мысалы Сұңқар қонақ үйінің мысалы, мен жаңа сіздерге көрсете кеткенде, поисковый фразы дейді, Сұңқар қонақ үйін қанша адам іздеген сандарын, қандай сөз терген, көп ақпаратты. Эльмира, сізде бір сұрағыңыз болды, қай жерден кірген, осындай Яндекс метрикадан, мына жерде источники деген үстінде сөз бар да, сіз егерде источникіге кірсеңіз, сіздің сайтыңызға Фейсбуктан қанша адам кірді, ВКонтактеден қанша адам кірді, қай қалалардан қанша адам кірген ақпараттары бәрі анық. Тек қана сіз түрін білмейсіз да, Гүлден кірді ма, Қайрат кірді ма, ал адамдардың сан
Астанадан 30 адам кірді, Алматыдан 200 адам кірді. Менің жұмысым Алматыда жақсырақ жүріп жатыр екен, біліп тұрасыздар, өздеріңіздің тұтынушыларының орташа бейнесін елестете аласыздар. Мысалы, мен жаңағындай өзіме келген тұтынушының орта суретін жақсы елестете аламын да. Көбі бізге кеңес сұрап келген адамдар жасы бір 28-ден аса 55-ке дейін болады. Мен анық оны елестете аламын да, қандай көйлек киген, түрі қандай, ұлты қандай машинамен келген, қандай көлік жақсы көретінін солай елестете аламын. Сіздер жарнама жүргізердің алдында өздеріңіздің тұтынушылардың суретін елестету керексіздер. Егер де сіз мысалы балабақша жүргізсеңіздер, балабақшада сіздің тұтынушыңыз кім? Ол балалар. Балалар неше жаста? Егер де сіз заңгер болсаңыз, онда сіз анық ойланасыздар, маған келетін тұтынушылар кім? Ол ұжымдардың бастықтары. Бастықтар неше жаста? Қандай мәселемен келеді? Олар неден қорқады? Қандай қорқыныш туады? Мен оларға қалай көмектесе аламын деп. Соның нақты олардың мәселелерін білгенде сіз жарнаманы жақсы жүргізе аласыздар. Мысалы, қазір жаңа жыл келе жатыр. Менің қонақ үйім мысалы Бурабайда. Мен өзімнің келешек тұтынушылардың бейнесін елестетемін де ойлаймын, маған кім демалуға келе алады деп. Содан нақты жаңағындай ұжымдардың бастықтары өздерінің қызметкерлерін Бурабайға әкелуге сол менің тұтынушыларым, немесе тренинг жүргізетін ұжымдардың жаңағы сабаққа келген оқушылар, адамдарды әкелу сол менің тұтынушыларым деп, бірінші тұтынушыларды ойлап, одан ары қарай жарнаманы берген. Мына жерде сізге мысалы контекст жарнамасының мысалы келіп тұр. Адам где в Астане купить дверь деп іздеп жатыр, иә? Сонда анау сары боялған реклама деген сөз, ол жарнамаға, контекст жарнамасына ақша төленді деген мағынаны беріп тұр. Сізге келесі жарнама ол тизер жарнамасының мысалы. Тизер жарнамасын жаңағы AdMedia, AdGaz деген сайттарда мысалдарын көре аласыздар. Мынау оң жағындағы, сіз бір сайтқа кіргенде оң жақта кішкентай сізді мазақтап тұрғандай қызықтырып кішкентай баннер ұқсайтын баннер және кішкене сөз жазылған жарнама, ол жаңағындай тизер жарнамасы. Міндетті түрде ол контекст жарнамасынан қымбатырақ, ақша болғанда ол да тиімді. Біраз ақшаны тизер жарнамасына, біраз ақшаны контекст жарнамасына, солай бір 300 түрі жарнаманың түрлеріне бөліп, барлық жақтан жүргізсеңіз, әртүрлі адам әртүрлі жарнамаға қызығады. Ары қарай сізге баннер жарнамасының мысалын көрсетемін. Баннер жарнамасы мынау үстіндегі, сайттың үстіндегі сурет белгісі. Жаңағында айта кеткендей, каталогтарда жарнама жүргізуге болады. Мына жерде каталогтардың біраз мысалдар келтірілген. Қазақстанда Zero сайты деген бар. Ол рейтингтің ең жақсы жаңағы сайттарды көрсетеді. Сіздің сайтыңыз Zero'да тіркелсе, ол сайтыңыздың деңгейін көрсетеді. Қазақстанда мысалы сату KZ деген ең бірінші орында. Ол дегені сатуға көп адамдар кіреді деген мағынаны білдіреді. Белгілі жаңағы OLX, Справкер, КПС, тағы басқа сайттар. Тақырыпты каталогтар, Астана ресторан KZ тек қана ресторан, кафелердің жаңағы жиһаз сату нарығында мебель KZ деген, мысалы қонақ үй нарығында букмекер, тағы да басқа сайттар бар, тематикалық. Форумдар ол тек қана сіз бір сұрақты терсеңіз, әртүрлі форумдар шығады. Сізде мысалы бір мәселе бар.
сол мәселені іздеп мен машинам мысалы мазданы қалай жөндейін деп сұрақ тергенде әртүрлі форумдар шығады. Немесе мен мысалы Қытайдан көшіп келген қазақпын. Инвесторларды алдау мәселесі деп терсеңіз, өзіңіздің бір мәселелеріңізді терсеңіз, әртүрлі форумдарға шығасыз. Сондай форумдарда сіз мысалы өзіңіздің қызметіңізді жүргізуіңізге болады. Инвестицияға сіздер қорықпаңыздар, біз сіздерге жаңағындай заңгер қызметін көрсетеміз деп қызықтырып, өздеріңіз ары қарай былай белгісіз жарнама жүргізе аласыздар. Сіздердің егерде сайттарыңыз болып, тұтынушыларыңыз аз болып жатса, сіздер іске шақыру іс-әрекеттеріңіз бар ма? Мен байқауым бойынша, мысалы біреулер белгілі жаңағындай әншілерге шақырып жатады да, Фейсбукта көрдім, Қайрат Нұртастың билетін жазып жіберіпті да, сөйтіп сайыс жазыпты да, құр суретін қойып қойыпты. Ол суретпен не істеу керек? Содан мен жазып жібердім да, анау қыз жігіттерге. Жаңағы Қайрат Нұртастың билетіне достарыңа жіберіңіз деп іске шақырып, не істеу керек? Мен отырған адам не істеу керекпін, соны жаңағы вебинарға кіріңіз, билетті алыңыз, қызметке телефон шалыңыз деп іске шақыру. Көп бастауыш жаңағы бизнесмендер, саудагерлер мынандай корпоративтік поштаны пайдаланбай жатады. Жаңағы цветок жизни, немесе бір мен бұрын жас кезімде пчеломая, Mail.ru деп әртүрлі оп-оңай бір енді мағынасыз поштаның жазуы болғанда, сіздер біраз тұтынушылардан айырыласыздар. Айырылмау үшін корпоративтік поштамен пайдаланған жақсы да. Егерде сіздің сайтыңыз двери.kz болса, онда гүлден жаңағындай белгі двери.kz деп қоса байланыс кнопкалармен пайдаланғаныңыз дұрыс. Мысалы, сіз егерде заңгер қызметін беріп жатсаңыз, онда телефон шалсын деп әртүрлі қызметтер қоса кеткен жақсы болады. Сіздер егерде кітап сатып алсаңыздар, тауарлар сатып алсаңыздар, интернет сауда сайттарында онлайн кеңесшілер бар. Ол өте жақсы аспап. Мысалы, ауырып, адам өзінің мәселесін айтуға қысылып отырса, ол жаңағыдай онлайн кеңесшіге ұялмай өзінің мәселелерін айтып, жаңағыдай уақытын белгілеп, содан ары қарай қарым-қатынас жүре береді. Мынандай Callback Hunter деген қызмет бар. Оның әртүрлі аспаптары тағы да көп. Callback Hunter'ға ұқсас перезвони.com, Скарафон деген жаңағындай қызметтер бар. Бұлардың тілдердің арасында әртүрлі тілдер бар. Орыс тілдің орнына қазақ тілін таңдап пайдалануға болады. Ал егерде онлайн бағдарламаларды қарай кетсек, мына жерде міне қыздың бейнесі тұр ғой, ол онлайн кеңесшінің мысалы. Ал анау көк телефонның бейнесі ол жаңағындай Callback Hunter'дың нұсқасы. Сол Callback Hunter сізге осылай маған телефон шалыңыз деп 16 секундтан кейін жауап береміз деп сіздерді шақырып тұрады, қызықтырып тұрады. Ал тағы да басқа сұрақтарыңыз болып жатса, біздің келетін тұтынушыларымыздың көбі басқа да сұрақтармен келеді. Мысалы, жарнама жақсы жүріп жатыр, бірақ саудагерлерім саудасын аз жасап, жұмысты жүргізе алмай жатыр. Немесе үлгере алмай жатырмыз, телефон көп шалып жатыр, көп тұтынушылардан айырылып жатырмыз, не істейміз деп, сондай көп сұрақтар сұрап, біз сосын мәселелерін бірге шешуге тырысамыз. Сіз біздің сайтымызға кіріп, егерде қазақ тілінде ғана сөйлесеңіз, үстінде
тіл таңдау қызметі бар. Сөйтіп қазақ тілінде ақпаратты қарауларыңызға болады. Сіздерге біз сағаттық кеңесті ұсынаймыз. Жаңағындай көп мәселелермен келеді, және мен сіздерге айтып кеткен өзімнің мұратымды айттым ғой. Шағын орта бизнесқа біз көмектесуге тырысамыз. Көбі келгенде бизнес-психологқа келгендей өздерінің мәселелерімен келеді, және өздері сеніп, содан бірге кеңес беріп, ойланып, шешімдерге келеміз. Көп бір-біріне ұқсас қателіктер кездесе жатады. Сондықтан сіздер уақыттарыңызды, өздеріңіздің мәселелеріңізді бізге беріп, бізге келіп хат жазуларыңызға болады. Бізде info@mprofi деген поштамызға хат жазсаңыздар болады. Немесе телефондарымыз көрсетілген. Мынау чатқа сіздерге біздің байланыс сайтын жіберемін. Телефон шалып, хат жазып отырыңыздар. Енді сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Қазақ тілінде маркетинг жөнінде кітаптарды тапқан жоқпын, хабарым жоқ. Мүмкін тек қана білмей тұрған шығармын. Орыс тілінде сіздерге осындай кітаптарды оқығандарыңызға қалаймын. Интернет-маркетинг, контент-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, жаңағында прибыльная контекстная реклама, және тағы бір кітап. Білмей жатсаңыздар, Фейсбукта арнайы бір топ ашамын, соған жаңағындай нұсқаларды көрсетемін. Лояльный клиент, как превратить разгневанного покупателя в довольного за 1 минуту дегенде, осындай қызметтің сапасын көтеру жолында. Назарларыңызға көп рахмет. Енді сіздерден сұрақтарыңызды күтемін.